Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналда осындай майласқан қазан, мантоваркілерімізді мен қалай жуып жүрмін, сол әдіспен сіздермен бөлісетін боламын. Ешқандай химикатсыз, денсаулыққа еш зияны жоқ заттармен аз уақыт ішінде осылай тап-таза етіп жуып алатын боламыз. Және бүге шегесіне дейін сіздерге түсіндіріп айтамын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен осылай кеңдеу ыдысымызға суды қайнатып алуымыз керек. Басында осылай қатты толтырмай құйыңыздар. Кейін ыдыс салғаннан кейін егерде батпай жатса, үстіне су құятын боламыз. Енді осы қайнап тұрған суымызға 4 ас қасық порошок салатын боламыз. Қалауларыңызша қандай порошок бар, соны сала беріңіздер. Енді осының үстіне 4 ас қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салғаннан кейін осының үстіне 4 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Жұқалап кір сабынды осылай турап саламыз, немесе үккіштен өткізіп салсаңыздар да болады. Мен жарты кір сабынды осылай жұқалап турап саламын. Жақсылап барын салғаннан кейін араластырып аламыз да, енді осы майласқан ыдыстарымызды осы суға салатын боламыз. Және суымыз қайнағаннан кейін оттың астын орташа отқа қоятын боламыз. Жаймен ғана қайнап тұру керек. Мінекей ыдыстарымыз толық батпағаннан кейін үстіне толықтай бату үшін қайнап тұрған су құйып, осылай ыдыстарымызды толығымен батырып саламыз. Және мен осылай жартысына мантоваркілердің жарты бетін болса да батырып салып қойдым. Қазанымыздың майлы қалыңдау болғаннан кейін қазанның майы жібігенше осылай жұқалау болып тұрған мантоваркілерді тазалап алатын боламын. Мінекей бір 10 минуттан кейін мантоваркілердің майлары осылай өздігімен ешқандай күш салмай өз-өзінен еріп тұрды. Мінекей губкамен сүрткеннің өзінде тез-тез сүртіп алғанның өзіне жылтырап шыға келді. Ешқандай күш салмай-ақ тап-таза болып шығады. Мінекей мантоваркілерім қазанның майы ерігенше мен мантоваркілерді осылай жарты беттерінен салып отырып, барлығын бір-бірден салып отырып тазалап. Осы ыдыстарымызды ыстық күйінде суытып алмай жуғанымыз дұрыс. Жерлерін ерігеннен кейін кішкене қазан қырғышпен ешқандай күш салмай бір тегіс етіп қырып алдым. Осы қазанымның мен осы қара жерін химикатпен де кетіре алмаған болатынмын. Енді осы суға қайнатып, мінекей жібіп, пышақпен түрткеннің өзіне қабыршықталып түсіп жатыр. Осы ыдыстарымызды толықтай осылай ыңғайлы заттарымызбен осылай толығымен тазалап алатын боламыз. Қазанның түсі кішкене өзгереді, одан қорықпаңыздар. Қазан қырғышпен кішкене бір тегіс етіп ысқылап жіберсеңіздер, түсі қайтадан осылай жып-жылтыр болып, тап-таза болып шығады. Мінекей қазандарымыз, мантоваркілеріміз тап-таза болып шықты. Сіздерді осылай осы әдіспен қолданыңыздар, ешқандай денсаулыққа зияны жоқ. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, тіркеліп алыңыздар. Каналымнан өздеріңізге қажетті заттардың барлығын таба алатын боласыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.